Телефонның ар жағынан естілген осы бір ауыз сөз мені бір жыл бұрынғы өміріме қайта алып кетті. Бір кезде бұл сөзді есту үшін бәріне дайын едім. Бірақ арада өткен уақыт жүректегі жараны емдемепті. Мен үнсіз қалдым. Қолымдағы телефон дірілдеп тұр. Ал ар жағында көз жасын жасыра алмаған туған інім ерсіннің ауыр тынысы ғана естіледі. Бір кезде ол: «Аға, бір ауыз сөз айтайыншы», деді. Мен ештеңе деместен қоңырауды өшірдім. Терезенің алдына барып ұзақ тұрдым. Жаңбыр баяу жауып тұр екен. Сол жаңбырмен бірге өткен өмірім көз алдыма қайта оралды. Бір жыл бұрын. Кәдімгі сейсенбі еді. Таңертең үйден шыққанда әйелім Айгүл: «Бүгін ертерек келіңізші, балалар сізді күтіп жүр», деп күлімсіреп шығарып салған. 17 жылдық шаңырағымызда байлық болмағанмен, береке бар еді. Ұлым Дастан университеттің 2-ші курсында оқиды. Қызым Аяулым мектептің үздігі. Бар тапқанымды солардың болашағына жұмсап жүрген қарапайым отбасы едік. Мен өзімді бақытты адам санайтынмын. Өйткені бір ғана мақсатым бар еді: әкемнің аманатын орындау. Мен 17-ге енді толғанда әкем ауыр дерттен өмірден өтті. Өмірден озар алдында мені қасына шақырып: «Нұрлан, ерсін әлі кішкентай. Менен кейін сен оған аға ғана емес, әке де боласың. Қандай жағдай болса да бауырынан қол үзбе» деген. Ол кезде ерсін небәрі 8 жаста еді. Әкем кеткен соң анамыз Зере бар күшін салып бізді жеткізді. Бірақ тағдыр оған да ұзақ ғұмыр жазбапты. 3 жылдан кейін анамыз да өмірден өтті. Сол күннен бастап мен үшін жастық шақ аяқталды. Мен достарыммен қыдырмадым, армандарымды кейінге қалдырдым. Ең бастысы, үнім жетінді көрмесін дедім. Күндіз жұмыс істедім, түнде қосымша жүк түсірдім. Ерсін ешкімнен өзін кем сезінбесін деп, қолдан келгеннің бәрін жасадым. Мектеп бітіргенде жақсы телефон алып бердім. Колледжге түскенде оқу ақысын төледім. Жұмыс таппай жүргенде таныстарым арқылы орналастырдым. Ол әрдайым: «Аға, сіз болмасаңыз қайтер едім» дейтін. Мен күліп: «Мен емес, әке-шешеміздің аманат ұстап жүр» деп жауап беретінмін. Сол кезде мен бір нәрсені мүлде байқамаған екенмін. Ерсін баяу өзгеріп бара жатқан еді. Қалаға көшкеннен кейін оның мінезі басқа арнаға бұрылды. Қымбат киім, сәнді көлік мінетін достар, қолынан түспейтін жаңа телефон, қалтасында үнемі ақша. Бір күні әзілдеп: «Әй інім, айлығың менен көп болып кеткен сияқты ғой» дедім. Ол жымиып: «Қазір заман басқа аға. Ақшаны еңбектен ғана емес, ақылмен де табады» деді. Ол сөз маған ұнамады. Бірақ жас қой деп үндемедім. Кейде үлкен қателіктер дәл осындай үнсіздіктен басталатынын кейін түсіндім. Сол күні түскі уақытта жұмыс орнында есеп қарап отырғанмын. Телефоным шырылдады. Бейтаныс нөмір. «Сәлеметсіз бе? Бұл Нұрлан Сапарбекұлы ма?» «Иә». «Сіздің атыңызға рәсімделген 25 миллион теңге несие бойынша төлем мерзімі өтіп кеткен. Қарызды қашан өтейсіз?» Әуелде біреу қате нөмірге хабарласты деп ойладым. «Кешіріңіз, сіз шатасып тұрған шығарсыз. Мен ондай несие алған жоқпын». Телефонның ар жағындағы әйел сабырлы үнмен: «Барлық құжат заңды рәсімделген. Сізге бүгін банк бөлімшесіне келуімізді сұраймыз». Қоңырау аяқталды. Бірнеше секунд бойы орнынан қозғала алмадым. Жүрегімде түсініксіз бір ауыр сезім пайда болды. Сол кезде мен әлі бәрі түсінбеушілік шығар деп үміттеніп тұрдым. Бірақ ол күн менің ғана емес, біздің тұтас әулетіміздің тағдырын өзгертетін күн екенін әлі білмеген едім. Банкке қалай жеткенімді өзімде аңғармай қалдым. Жол бойы көңілім бір үмітке жармасып келді. Әлдекім жеке деректерімді пайдаланып кеткен шығар. Қазір бәрі анық қалады. Бірақ жүрегімнің түкпірінде бір түсініксіз қорқыныш маза бермеді. Банк бөлімшесіне кірген бойда өзімді таныстырып, келген шаруамды айттым. Қызметкер компьютерден бір нәрселерді қарап отырып: «Нұрлан Сапарбекұлы, өтінемін, менімен бірге жүріңіз» деді. Ол мені шағын кабинетке алып кірді. Көп ұзамай заң бөлімінің қызметкері де келді. Алдыңызға қалың құжат қойылды. Бірінші бетте өз атымды көрдім. Әкемнің аты да дұрыс жазылған. Жеке сәйкестендіру нөмірі менікі. Мекен-жайым, телефон нөмірім. Барлығы дәл. Құжаттарды қайта-қайта қарап шықтым. «Бұл мүмкін емес» дедім ақырын. «Мен бұл несиені рәсімдеген жоқпын». Қызметкер сабырмен жауап берді: «Біз сіздің айтқаныңызды түсінеміз. Сондықтан рәсімдеу материалдарын толық көрсетеміз». Ол мониторды маған бұрды.
Экраннан құжаттарға қол қойылып жатқан сәттер көрінді. Кейін қауіпсіздік камерасынан алынған бейне жазба қосылды. Мен экраннан көз алмай қарап отырдым. Бірнеше секунд өтті. Кенет денем шымырлап кетті. Бейне жазбадағы адамның жүрісі, басын бұрғандағы қимылы маған өте таныс еді. Бір кезде ол бетін анық бұрды. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Жоқ, дедім өзіме өзім. Бұл мүмкін емес. Экрандағы адам менің туған інім Ерсін болатын. Көзіме еріксіз жас келді. Неге? Осы бір ғана сұрақ санамда қайта-қайта жаңбырып тұрды. Ерсіннің мектепке алғаш барған күні есіме түсті. Әкемізден айырылғанда менің қолымнан ұстап, «Аға, сен мені ешқашан тастамайсың ғой», деп жылаған кішкентай бала көз алдыма келді. Мен сонда, «Ешқашан інім, біз екеуміз біргеміз» деген едім. Сол уәдемді орындауға тырыстым. Ал бүгін сол інімнің кесірінен менің атым миллиондаған қарызбен байланысып отыр. Банк қызметкері үнсіздікті бұзды. «Сіз бұл адамды танисыз ба?» Мен жауап бере алмай қалдым. Тек басымды баяу изедім. Бұл менің туған інім. Кабинет іші тып-тыныш болып кетті. Қызметкер де маған аянышпен қарады. «Біз құқық қорғау органдарына жүгінуге кеңес береміз. Егер бұл шынымен сіздің еркіңізден тыс жасалған болса, заң аясында тексеріледі». Мен үнсіз орнымнан тұрдым. Қолымдағы құжаттар бұрынғыдан да ауыр болып кеткендей сезілді. Банк есігінен шыққанда жаңбыр сіркіреп тұр екен. Көлікке отырдым. Бірақ қозғала алмадым. Рөлге басымды қойып ұзақ отырдым. Телефонымды алып Ерсіннің нөмірін тердім. Бұл абонент уақытша байланыс аймағынан тыс жерде. Қайта қоңырау шалдым. Тағы сол жауап. 3-ші рет, 4-ші рет. Ештеңе өзгермеді. Сол кезде мен алғаш рет жамандықтың рас екенін мойындай бастадым. Үйге кіргенімде Айгүл бірден жүзіме қарап, «Не болды?» деді. Мен үнсіз ғана банк құжаттарын үстелдің үстіне қойдым. Айгүл оқи бастады. Бірнеше секундтан кейін оның да жүзі бозарып кетті. «Нұрлан, бұл рас па?» Мен көзімді жұмдым. «Иә, бірақ ең ауыры қарыз емес». Айгүл маған таңырқай қарады. Мен әрең дегенде бір ауыз сөз айттым. «Мұны жасаған Ерсін екен». Сол түні көзіме ұйқы кірмеді. Айгүл балалар ұйықтап қалған соң жаныма келіп үнсіз отырды. «Ертең не істейміз?» деді жай ғана. Мен жауап бере алмадым. Өйткені өзімді білмейтінмін. Ерсіннің телефон нөміріне қайта-қайта хабарластым. Өшірулі. Әлеуметтік желідегі парақшасына кірдім. Соңғы суреті осыдан 2 ай бұрын жарияланыпты. Қымбат мейрамхана. Қолында көлік кілті, жүзінде күлкі. Астына «Үлкен өмір енді басталды» деп жазып қойыпты. Сол суретке ұзақ қарап отырып қалдым. Кенет есіме бір оқиға түсті. Осыдан 7 ай бұрын Ерсін кешкісін үйге келген. Көңілді, бұрынғыдай емес, үстінде қымбат киім. Қолында соңғы үлгідегі телефон. «Аға, қалайсың?» деп құшақтай алды. Айгүл дастархан жайып жатқан. Балалар да қуанып қарсы алды. Дастархан басында Ерсін бұрын соңды айтпаған әңгімелерді айта бастады. «Аға, қазір ақша табудың жолы көп. Бастысы тәуекел». Мен күліп, «Адал еңбектің орнын ештеңе баспайды» дедім. Ол басын шайқады. «Сіз ескіше ойлайсыз. Қазір бір келісім жасасам, бір айда бірнеше жылдық табыс табуға болады». Айгүл де сөзге араласты. «Ерсін, оңай келген ақша оңай кетеді. Абай болған дұрыс». Ерсін үндемеді. Бірақ жүзінен біздің сөзімізге келіспейтіні байқалып тұрды. Тамақтан кейін аулаға бірге шықтық. Ол темекісін тұтатып, біраз үнсіз тұрды. Кенет маған бұрылып, «Аға, сіз маған сенесіз ғой?» деді. «Әрине». «Қаншалық?» Мен жымиып, «Сен менің туған інімсің. Сенбегенде кімге сенемін?» Ерсін төмен қарады. «Рахмет». Сол кезде бұл сұрақтың жай сұрақ емес екенін түсінбеппін. Натадан кейін ол тағы келді. Бұл жолы мазасыз көрінді. «Аға, бір өтінішім бар еді. Айта ғой. Жеке куәлігіңіздің көшірмесі керек болып тұр». «Не үшін?» «Бір жобаға тіркелемін. Құжаттар толық болу керек екен». Мен бірден қарсы болдым. «Жоқ, Ерсін, құжат деген ойыншық емес». Ол үндемей қалды. Біраздан кейін күліп жіберді. «Қорықпаңызшы, ештеңе болмайды». Мен бәрібір келіспедім.
Сол кезде ол ренжіген адамдай орнынан тұрып: «Жарайды, сіз де маған бөтендер сияқты қарайтын болғансыз. Ерсін». «Жоқ аға, ұмытыңыз, қажеті жоқ». Есікті жауып шығып кетті. Мен оның артынан ұзақ қарап тұрдым. Айгүл ас үйден шығып: «Дұрыс істедіңіз. Бүгінгі заманда құжатты ешкімге беруге болмайды». Мен басымды изедім, бірақ жүрегім тыныш емес еді. Ерсін бұрын мұндай сөз айтпайтын. Ол өзгеріп бара жатты. Келесі күні кешке қарай тағы қоңырау соқты. Дауысы көңілді. «Аға, кешегіге ренжімеңіз. Мен артық кеттім». «Ештеңе етпейді. Демалыста сізге соғамын. Біраз әңгімелесеміз». Бұл екеуміздің соңғы қалыпты әңгімеміз екенін ол да мен де білмедік. Содан кейін Ерсіннің өмірі күрт өзгерді. Ал бірнеше айдан соң мен банк қызметкерінен өз өмірімді төңкеріп жіберген қоңырауды алдым. Үйдегі тыныштық жоғалды. Айгүл күн сайын: «Ерсіннен хабар бар ма?» деп сұрайтын. Мен үнсіз басымды шайқайтынмын. Бірақ бір күні күтпеген жерден телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бар болғаны бір сөйлем: «Аға, мені іздемеңіз». Сол бір сөйлем жүрегімді бұрынғыдан да қатты ауыртты. Телефон экранындағы жалғыз ғана сөйленді қайта-қайта оқып отырдым. «Аға, мені іздемеңіз». Хабарлама осы ғана. Неге? Қайда жүр? Қасында кім бар? Мұндаған сұрақ мазалады. Бірден қоңырау шалдым. Телефон сөндірулі. Тағы хабарластым. Тағы үнсіздік. Айгүл телефонымды қолынан жайлап алып: «Не жазыпты?» деді. Мен экранды көрсеттім. Ол күрсініп: «Нұрлан, бұл баланың басына бір нәрсе түскен сияқты». «Егер басына іс түссе, неге маған келмейді?» «Бәлкім ұялатын шығар». «Жоқ Айгүл, ұялған адам өз ағасының атына 25 миллион теңге рәсімдемейді». Үйдің іші үнсіз қалды. Ертеңіне жұмыстан сұранып шығып, Ерсінді іздеуге кірістім. Алдымен бұрын тұрған пәтеріне бардым. Есікті орта жастағы әйел ашты. «Кешіріңіз, Ерсін осында тұрмай ма?» «Жоқ балам, 2 ай бұрын көшіп кеткен». «Қайда кеткенін айтпады ма?» «Жоқ, бірақ соңғы күндері біреулер жиі келіп жүретін». «Қандай адамдар?» Әйел аздап ойланып қалды. «Түрлері суық еді, қымбат көлікпен келетін. Бірнеше рет дәлізде дауласып тұрғандарын естідім». Бұл сөз жүрегіме шоқ тастағандай болды. Одан кейін Ерсін жұмыс істеген компанияға бардым. Кадр бөліміндегі қыз құжаттарды қарап отырып: «Ерсін шай бұрын өз еркімен жұмыстан шыққан», деді. «Басқа жұмысқа ауысты ма?» «Білмейміз». «Соңғы кезде мінезінде өзгеріс болды ма?» Қыз бір сәт ойланып қалды. «Шынын айтсам, соңғы айларда біртүрлі болып кетті». «Қалай?» «Телефоны тынымсыз шырылдайтын. Кейде дәлізге шығып айқайлап сөйлесетін. Бірнеше рет бастығынан ақша сұрады. Бір күні тіпті кабинетте отырып жылағанын көрдім». «Жылады ма?» «Иә, бірақ ешкімге ештеңе айтпады». Мен үнсіз басымды изедім. Демек бәрі осыдан әлдеқайда бұрын басталған. Кешке қарай Ерсіннің мектептегі досы Саматқа бардым. Ол мені көргенде ақ жүзінен күлкі жоғалды. «Аға, бәрін естідім». «Самат, сен бірдеңе білесің бе?» Ол үнсіз шай құйып отырды. Біраздан кейін ғана сөз бастады. «Мен сізге өтірік айтқым келмейді». «Онда шындықты айт». Ерсін соңғы жарты жылда басқа адамдармен араласып кетті». «Қандай адамдар?» «Жеңіл ақша табамыз дейтіндер. Интернет арқылы инвестиция жасаймыз. Бір айда 2 есе табыс. Қарыз алып ақша салсаң да болады». Әуелі бәрі жақсы сияқты болған, бірақ кейін бәрі күйреді. «Сонда Ерсін көп ақша жоғалттығы». Мен үнсіз қалдым. Самат сөзін жалғастырды. «Ол алғашында өзінің ақшасын салды. Кейін көлігін сатты. Одан кейін таныстарынан қарыз алды. Соңында не болды?» Самат көзін төмен түсірді. «Сізге айтқым келмеген. Бірақ енді жасыратын ештеңе жоқ. Ол сіздің атыңызға несие рәсімдегеннен кейін де тыныш өмір сүрген жоқ. Ақша әлгі адамдардың қолына кеткен. Өзі де алданып қалған сияқты». «Сонда 25 миллион теңге қайда?» «Ешкім білмейді». Үйге қайтып келе жатқанда Саматтың соңғы сөзі санамнан кетпей қойды. «Ол сізді сатып кеткен жоқ аға». Өзінің әлсіздігіне жеңіліп қалды. Бірақ менің жанымды жеген сұрақ басқа еді. Егер Ерсін шынымен өкінсе, неге бір рет болса да келіп: «Аға, мен қателестім» деп айтпады?
Дәл сол түні түн ортасында телефоным тағы безілдеп қоя берді. Экранда бейтаныс нөмір тұр. Қоңырауды көтергенінде ар жағынан ауыр тыныс естілді. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын әлсіз ғана дауыс шықты. Аға, олар мені өлтіреміз деп жатыр. Аға, олар мені өлтіреміз деп жатыр. Телефонның ар жағынан шыққан дауыс әлсіз еді, бірақ оның Ерсін екенін бірден таныдым. Ерсін, қайдасың? Не болды? Арғы жақтан ауыр тыныс қана естілді. Аға, мен қатты қателестім. Қайда екеніңді айт, қазір барамын. Жоқ, келмеңіз. Неге? Сізді де тыныш қалдырмайды. Біреу телефонды тартып алғандай болды. Арғы жақтан беймәлім ер адамның ашулы дауысы естілді. Телефонды өшір. Сол сәтте байланыс үзіліп кетті. Мен қайта-қайта қоңырау шалдым, бірақ телефон бір жола сөнді. Айгүл орнынан атып тұрды. Ерсінде? Мен үнсіз басымды изедім. Не деді? Біреулердің соңында жүрген сияқты. Айгүлдің жүзі өзгеріп кетті. Полицияға хабарласайық. Мен де соны ойладым, бірақ жүрегімде басқа бір сезім мазалай берді. Ерсін ешқашан өтірік қорыққан адам емес еді. Егер ол дәл осылай сөйлесе, демек, шынымен тығырыққа тірелген. Таң атқанша көз ілмедім. Үнемі бір ғана ой. Қазір қайда екен? Тамақ ішті ме? Тірі ме? Ашуын да, рәнішін де бір сәтке жоғалып кеткендей болды. Оның орнына баяғыдағы кішкентай Ерсін көз алдыма келе берді. Жаңбырдан қорқып, менің қолымнан айырылмай жүретін қара домалақ бала. Мектепке алғаш барған күні. Аға, сабақ біткенше күтіп тұрасың ба? Деп жалынғаны. Анамыз қайтыс болған күні менің құшағыма тығылып, енді біз екеуміз ғана қалдық па? Деп еңірегені. Сол бала қалайша бүгін осындай күйге түсті. Таңертең полиция бөліміне бардым. Бар мән-жайды айтып бердім. Кезекші тергеуші мұқият тыңдап шықты. Біз іздестіру жұмыстарын бастаймыз, бірақ сізде абай болыңыз. Егер бұл қаржылық алаяқтыққа қатысы бар адамдар болса, өз бетімізше іздемегеніңіз дұрыс. Мен басымды изедім, бірақ үйге қайтқым келмеді. Көлігіммен Ерсін бұрын жиі баратын жерлерді аралап шықтым. Ескі дәмхана, жатақхана, спортзал. Еш жерден ізі табылмады. Кешке қарай көлікпе отырғанымда белгісіз нөмірден хабарлама келді. Бар болғаны бір мекен-жай. Ешқандай түсініктеме жоқ. Тек қала шетіндегі ескі қойманың адресі. Бірнеше секунд бойы экранға үнсіз қарап отырдым. Бұл тұзақ па? Әлде Ерсіннің соңғы үміті ме? Қозғалтқышта от алдырып, сол мекен-жайға қарай жүріп кеттім. Ішімде бір ғана тілек болды. Кек інім аман болса екен. Қала шетіндегі ескі қоймаға жеткенімде кеш әлде қашан қараңғыланып кеткен еді. Жаңбырдан кейінгі дыңқыл ауада айнала тым-тырыс көрінді. Көлігімді жол жиегіне тоқтатып, біраз уақыт сыртқа шықпай отырдым. Жүрегім кеудеме сыймай соғып тұр. Егер бұл тұзақ болса ше? Бірақ дәл сол сәтте бір ой санамнан кетпеді. Егер Ерсін шынымен осында болса, мен келмесем, оны кім құтқарады? Керең дем алып көліктен түстім. Қойманың темір есігі жартылай ашық тұр екен. Ішке кіргенімде ескі ағаштың тот басқан темірдің иісі қолған қатты. Ерсін! Деп дауыстадым. Жауап болмады. Тағы бірнеше қадам жасадым. Сол кезде қараңғы бұрыштан әлсіз жөтел естілді. Жүрегім зу ете қалды. Ерсін! Қарасам, қабырғаға сүйеніп отырған адам орнынан баяу тұрды. Бет-аузы ісіп біткен, ерні жарылған, киімі шаң топырақ. Бір қарағанда өз үнімді әрең таныдым. Аға, деді ол күлімсіремек болып, бірақ жүзіне күлкі емес, қасірет қана жарасқандай еді. Мен жүгіріп барып иығынан ұстадым. Саған не болған? Ол көзін төмен түсірді. Өзімнен болды. Кім ұрды? Ешкімді кінәламаңыз. Ерсін, ол ауыр күрсінді. Ақшаны көбейтеміз деген адамдарға сендім. Басында аздап пайда көрдім, сосын көбірек салдым. Бар ақшамнан айырылдым, қарыз алдым, тағы жоғалттым. Соңында олар жаңадан әкел, немесе ақша тап деді. Мен не істерімді білмедім. Ол сөзін аяқтай алмай жылап жіберді. Мен үндемей тұрдым. Жүрегім ашуға да, аяушылыққа да толып кеткен. Сонда менің атыма несие рәсімдеуіңнің себебі осы ма? Ерсін басын изеді. Иә. Неге маған келмедің? Ұялдым.
Ұялдың ба? Даусым еріксіз көтеріліп кетті. 25 миллион теңгені менің атыма рәсімдегенде ұялмадың ба? Ерсін еңкілдеп жылады. Күнде келгім келді. Күнде. Бірақ сіздің көзіңізге қарай алмай қойдың. Мен сізді жерге қараттым. Әкемнің аманатына опасыздық жасадым. Мен оның сөзін бөліп жібердім. Ерсін, ақша қайда? Ол үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана сыбырлап жауап берді. Жоқ. Не дегенің? Ақша жоқ, аға. Бәрі кеткен. Мен сене алмадым. Қалай жоқ? Кеш түсіндім. Мені пайдаланып кеткен. Сол кезде қойманың сыртынан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Ерсіннің жүзі әп-сәтте бозарып кетті. Аға, кеттік. Не болды? Олар келді. Оның дірілдеген даусынан жағдайдың әлі де аяқталмағанын түсіндім. Қойманың сыртында біреулердің аяқ дыбысы анық естіліп келе жатты. Қойманың сыртынан естілген аяқ дыбыстары жақындай түсті. Ерсіннің жүзіне үрей үйірілді. Аға, тез жүріміз. Артқы есікпен шығамыз. Ол менің қолымнан тарта жөнелді, бірақ мен орнынан қозғалған жоқпын. Жоқ. Ерсін аң-таң болып маған қарады. Аға, кеш қаламыз. Ерсін, өмір бойы қашып жүре алмайсың. Ол үнсіз қалды. Бір рет қаштым. Соның қайда әкелгенін өзің көріп тұрсың. Ерсін көз жасын сүртті. Мен сізді де осының ішіне тартып кеттім. Жоқ, мені бұл жерге сенің қателігің емес, сенің бауырым екенің алып келді. Осы кезде қойманың үлкен есігі сықырлап ашылды. Ішке 2 ер адам кірді. Олар бізге біраз қарап тұрды. Сонымен табылып қалыпсың ғой, деді олардың бірі. Ерсін менің алдыма шығып, ағама тиіспеңдер, бұл іске оның қатысы жоқ. Қатысы жоқ болса, неге осында жүр? Мен бір қадам алға шықтым. Не керек сендерге? Ер адамның бірі мысқылдай күліп, бізге ештеңе керек емес, біз тек өз ақшамызды қайтарымыз келеді. Ол ақша менде жоқ. Онда ініңде болсын. Ерсін басын шайқады. Менде де жоқ. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын әлгі адам ауыр күрсініп, сен бәрін жоғалтып қойғаныңды біз де білеміз. Бірақ мәселе ақшада ғана емес. Сен өтірік айтып, бізді де, өз ағанды да алдадым. Мен олардың сөзінен бір нәрсені түсіндім. Бұл қарапайым қылмыстық топ емес еді. Ақшаны оңай көбейтеміз деп адамдарды арбап, кейін өздерде шығынға батқан күмәнді схеманың ішінде жүрген адамдар болатын. Бірнеше минуттан кейін алыстан полиция көлігінің сиренасы естілді. 2 ер адам бір-біріне қарап, кеттік деді. Олар асығыс сыртқа шығып кетті. Қойма іші қайтадан тынышталып қалды. Ерсін қабырғаға сүйеніп отыра кетті. Аға, иә, мен шаршадым. Мен оның қасына отырып, иығына қолымды қойдым. Адам қателесуі мүмкін, Ерсін. Бірақ қателігін түзетуге батылы жетпесе, сол қателік оның бүкіл өмірін билеп алады. Ол көз жасын тыя алмай, мен өз еркіммен бәрін айтамын. Полицияға да, банкке де. Сізді бұл қарыздан құтқаруға қолынан келгенін бәрін жасаймын. Мен оның жүзіне қарадым. Бірнеше айдан бері алғаш рет оның көзінен қорқыныш емес, өкінішті көрдім. Бірақ өкініштің өзі сынған сенімді бірден қалпына келтіре алмайтынын екеуміз де жақсы түсіндік. Қоймадан бірге шықтық. Таң атып келе жатыр екен. Көкжиектен білінген алғашқы жарыққа қарап тұрып, ішімнен бір ғана тілек тіледім. Құдайым, ініме жазасын емес, ақылын бер. Ал маған оны кешіруге жететін сабыр бере көр. Бірақ бізді үйге барған соң, тағы бір ауыр сынақ күтіп тұрғанын ол кезде еш қайсымыз білген жоқпыз. Үйдің есігін ашқанда таң бозарып келе жатқан еді. Айгүл түні бойы ұйықтамаған сияқты. Қонақ бөлмесінің шамы әлі жанып тұр. Мені көрген бойда орнынан ұшып тұрды. Нұрлан, қайда болдыңыз? Телефоныңызға қайта-қайта хабарластым. Оның жүзіне қарасам, көзі ісіп кеткен. Түні бойы жылағаны көрініп тұр. Мен үнсіз ғана орындыққа отырдым. Ерсінді көрдім, дедім баяу. Айгүл демін ішіне тартып. Тірі ме? Тірі. Қайда екен? Өте қиын жағдайда. Бөлмені үнсіздік басты. Бірнеше секундтан кейін ғана Айгүл жай дауыспен. Ол неге бұлай істегенін айтты ма? Мен болған әңгіменің бәрін айтып бердім. Айгүл тыңдап болып, ұзақ үнсіз отырды. Нұрлан,
Оны аяп отырмын. Бірақ сені одан да қатты аяп отырмын. Неге? Өйткені сен өмір бойы оған әке болдым. Ал ол бір ғана қателігімен өзіңді ғана емес, бізді де ауыр жағдайға қалдырды. Мен басымды төмен салдым. Айгүлдің сөзі ащы болса да шындық еді. Сол кезде бөлменің есігі ашылды. Ұлым Дастан ұйқылы ояу күйде шықты. Әке, бәрі дұрыс па? Ол бұрын мұндай сұрақ қоймайтын. Мен күлімсіреуге тырыстым. Иә, балам. Бірақ ол менің өтірік айтып тұрғанымды бірден түсінді. Бұл көкеме байланысты ма? Мен таңырқап қалдым. Саған кім айтты? Әлеуметтік желіде біреу жазыпты. Нұрланның атына үлкен несие рәсімделген деп. Жүрегім шүмете қалды. Демек бұл әңгіме енді сыртқа да тарап кеткен. Дастан үнсіз біраз тұрды. Сосын жаныма келіп: Әке, біз сізге сенеміз. Ақша табылады. Бірақ өзімізді кінәламаңыз. Мен орнымнан тұрып ұлымды құшақтап алдым. Сол сәтте көзіме жас келді. Түске қарай телефон шырылдады. Белгісіз нөмір. Сәлеметсіз бе? Мен тергеуші Асқармын. Иә, тыңдап тұрмын. Ерсін Сапарбекұлы өз еркімен келді. Бар мән-жайды айтып беруге дайын екенін мәлімдеді. Мен үнсіз қалдым. Осы хабарды қанша күтсем де, естігенде көңілім жайланған жоқ. Өйткені болған оқиғаны ешкім кері қайтара алмайтын еді. Кешке қарай полиция бөліміне бардым. Ерсінді кіргізді. Бір түнім ішінде ол бірнеше жасқа қартая түскендей көрінді. Ол маған тіке қарай алмады. Аға, мен үнсіз тұрдым. Тергеуші құжаттарды алдымызға қойып, Ерсін барлық әрекетін мойындады. Тергеу жалғасады. Банкпен және басқа тараптармен де жұмыс жүргізіледі, деді. Ерсін баяу ғана сөз бастады. Аға, мен сізден бір нәрсе ғана сұраймын. Не? Балаларыңыз мені жек көрсе де болады. Айгүл жеңешемді кешірмесе болады. Бірақ анамыздың қабіріне барғанда, інім жаман адам болып кетті деп айтпаңызшы. Мен қателестім, бірақ өмір бойы жаман адам болғым келген жоқ. Оның бұл сөзін естігенде жүрегім тағы да сыздап кетті. Мен оны сол сәтте толық кешіре алмадым. Бірақ оның алғаш рет өз күнәсін ешбір сылтаусыз мойындағанын көрдім. Тергеуші орнынан тұрып: Бүгінге осымен аяқтаймыз, деді. Мен сыртқа беттедім. Дәліздің соңына жеткенімде Ерсіннің дауысы тағы естілді. Аға, мен тоқтадым. Рахмет. Не үшін? Мені бүгінде жалғыз қалдырмағаныңыз үшін. Мен ештеңе демедім. Тек сыртқа шықтым. Күздің салқын желі бетке соғып тұрды. Кейде адамның ең ауыр жазасы сот үкімі емес. Өзінің ар-ұятымен күн сайын бетпе-бет өмір сүру екен. Ертеңіне таңертең тергеуші Асқардан қоңырау келді. Нұрлан мырза, бүгін келіп кетсеңіз, кейбір құжаттармен танысуыңыз керек. Банкке, полицияға, сотқа қатынай бұл жолдар маған жат болмай қалған еді. Кабинетке кіргенімде Ерсінде отыр екен. Басы төмен, көзінің асты көгеріп кеткен. Бір түннің ішінде тағы да жүдеп кеткендей көрінді. Асқар папканы ашып: Ақшаның қозғалысын толық тексердік, деді. Мен үнсіз тыңдап отырдым. 25 миллион теңге Ерсінің жеке шотында ұзақ тұрмаған. Бірнеше сағаттың ішінде бірнеше есеп шотқа бөлініп аударылған. Демек, ақша онда жоқ па? Иә, қазіргі мәлімет бойынша ақша бірнеше адамның қолына өтіп кеткен. Мен Ерсінге қарадым. Сен олардың кім екенін білесің бе? Ол баяу ғана басын шайқады. Жоқ. Сонда сен 25 миллион теңгені кімге жібергеніңді де білмейсің бе? Басында бәрі заңды компания сияқты көрінді. Кеңселері болды, келісім шарт көрсетті. Алғашқы салған ақшамнан пайда да көрдім. Содан кейін сеніп қалдым. Кейін барымды жоғалттым. Дауысы дірілдеп кетті. Тоқтауым керек еді. Бірақ жоғалтқаныңды қайтарып аламын деп тағы ақша іздедім. Асқар ауыр күрсінді. Осындай схемаларға адамдар дәл осылай түсіп қалады. Кішкентай табыс көрсетеді, сенім қалыптастырады, сосын бар ақшасын алып кетеді. Мен үнсіз отырдым. Ашуым басылған сайын оның орнын өкініш басып келе жатты. Бірақ сол өкініш Ерсінім жасаған ісін ақтамайтын. Полиция бөлімінен шыққан соң банкке бардым. Заңгер барлық құжаттарды қарап отырып: Тергеу аяқталғанша несиеге қатысты соңғы шешім қабылданбайды. Бірақ бұл ұзақ процесс болуы мүмкін, деді. Қанша уақыт? Бірнеше ай.
Бұл сөздің өзі ауыр естілді. Үйге қайтып келе жатқанда телефоным шырылдады. Айгүл екен. Нұрлан, бәрі дұрыс па? Әзірге ештеңе шешілген жоқ. Кешке асықпай келіңіз, балалар күтіп отыр. Үйге кіргенімде қызым аяулым жүгіріп келіп мойныма асылды. Әке, сіз шаршап кетіпсіз. Осы бір қарапайым сөз жүрегіме қатты батты. Балалар ештеңе сұрамайтын, бірақ бәрін сезіп жүрген. Дастархан басында ешкім көп сөйлемеді. Бір кезде Дастан үнсіздікті бұзды. Әке? Иә, балам. Егер көкем түрмеге кетсе, сіз оған барып тұрасыз ба? Мен жауап беруге асықпадым. Біраз ойланып барып, ол қандай жаза алса да, заң алдында жауап береді. Бірақ ол бәрібір менің інім болып қала береді. Айгүл көзіме қарап отырды. Ол менің жан дүниемде қандай арпалыс болып жатқанын сөзсіз түсінді. Сол түні әкемнің ескі суретін қолыма алдым. Суретте әкем екеуміз және кішкентай Ерсін үшеуміз күліп тұрмыз. Суретті сипап отырып, өзіме өзін сыбырладым. Әке, аманатыңды орындауға тырыстым. Бірақ кейде адам бар күшін салса да, өзгенің таңдауы үшін жауап бере алмайды екен. Дәл сол сәтте есік қоңырауы баяу ғана сыңғырлады. Түн ортасында кім келуі мүмкін? Есікті ашқанымда, табалдырықта қолында ескі конверті бар егде жастағы бейтаныс әйел тұр екен. Балам, сен Нұрлансың ба? Иә. Әйел көз жасын сүртіп. Мен саған Ерсін туралы ешкім білмейтін шындықты айтуға келдім. Түн ортасында бейтаныс әйелдің табалдырықта тұрғанын көріп, аңтарылып қалдым. Балам, сен Нұрлансың ба? Иә. Менің атым Сәлима. Інін Ерсінмен бір кеңседе жұмыс істедім. Саған айтар аманатым бар. Мен әйелді үйге шақырдым. Айгүл үнсіз шай әзірлеп әкелді. Сәлима апай қолындағы сарғайған конвертті үстелдің үстіне жайлап қойды. Мұны Ерсін маған 2 ай бұрын қалдырған. Егер мен жоғалып кетсем, немесе бір жағдай болса, ағама өзіміз беріңіз деген еді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Конверттің сыртына Ерсіннің өз қолымен ағама деп жазылған. Қолым дірілдеп хатты аштым. Ішінде бірнеше парақ қағаз бар екен. Алғашқы жолын оқыған сәтте көзіме жас келді. Аға, егер осы хатты оқып отырсаңыз, мен сіздің алдыңызға баруға батылым жетпеген шығар. Хатты әрі қарай оқи бастадым. Сіз маған өмір бойы әке болдыңыз. Мен ешқашан сізге жамандық жасағым келген жоқ. Бәрі кішкентай ғана қателіктен басталды. Алғашында 50 000 теңге салдым. Бір аптада пайда көрдім. Кейін тағы салдым. Тағы ұттым. Сол кезде өзімді бәрінен ақылды сезіндім. Бір күні бәрінен айырылдым. Сол ақшаны қайтарып аламын деп тағы қарыз алдым. Тағы жоғалттым. Әр жолы тағы бір рет деп өзімді алдадым. Соңында олар мені қыспаққа алды. Ақша тап, немесе отбасына барамыз деді. Осы жерге келгенде қолым тоқтап қалды. Айгүл де үнсіз тыңдап отыр. Хаттың келесі жолдарын оқуға батылым әрең жетті. Мен сізге келгім келді, аға. Бірақ сіздің көзіңізге қарауға ұялдым. Мен сіздің атымызға несие рәсімдеген күнәһ өзімді кешірмедім. Сол күннен бастап айнаға қараудан қалдым. Көзінен бір тамшы жас қағаздың бетіне тамып кетті. Сәлима апай ауыр күрсінді. Балам, ол соңғы айларда күнде өзін кінәлап жүрді. Сонда неге маған бір ауыз айтпады? Айтқысы келді. Талай рет кеңсеміздің алдында телефонды алып қайта қоятын. Бір күні маған Ағам мені кешірмейді деген еді. Мен басымды шайқадым. Егер сол күні келсе, егер бір ауыз шындықты айтса, бәлкім бәрі басқаша болар ма еді. Сәлима апай орнынан тұрды. Балам, адамның ең үлкен жауы өтірік емес, үндемей жүруі. Егер Ерсін басында шындықты айтқанда, бүгінгі күнге жетпес еді. Ол кетіп қалған соң, хатты қайтадан қолыма алдым. Соңғы бетінде бір ғана сөйлем жазылыпты. Аға, егер бір күні мені кешір алсаңыз, анамыздың қабіріне бірге барып, Құран оқып беріңізші. Мен хатты кеудеме қыстым. Сол түні алғаш рет Ерсіннің жасаған ісінің артында тек қорқыныш емес, өз қатесін мойындай алмай, күн сайын жан азабын тартқан адамның күйзелісі жатқанын сезіндім. Бірақ кешірім мен сенің екі бөлек нәрсе еді. Ал біздің алдымызда әлі сот та, банк те, аяқталмаған ауыр жол да күтіп тұрды. Сот болатын күнде келіп жетті.
Таңертең ерте үйден шықтым. Көлік тізгінін ұстап отырсам да, ойым сан жаққа бөлініп кетті. Бір кезде осы жолмен Ерсінді мектепке апаратынмын. Ал бүгін сол інімнің ісі қаралатын сотқа бара жатырмын. Сот залына кіргенінде Ерсін бұрыштағы орындықта отыр екен. Қолында кісен жоқ, бірақ жүзіндегі өкініштің өзі кез келген кісеннен ауыр көрінді. Ол мені көріп орнынан тұрды. Көзіміз түйісті. Бір кезде күнде аға деп күліндеп жүгіріп келетін бала бүгін маған жақындай алмай тұр. Тек басын төмен түсірді. Мен де ештеңе демедім. Кейбір үнсіздік мұң сөзден ауыр болады екен. Тергеуші барлық құжаттарды сотқа ұсынды. Ерсін орнынан тұрып: «Құрметті сот, мен өз күнәмді толық мойындайын. Ағам бұл іске ешқандай қатысы жоқ. Барлық жауапкершілік өз мойнымда», деді. Дауысы дірілдеп шықты. «Мен ешкімді ақтамаймын, өзімді де ақтамаймын. Бірақ ағамның атына дақ түсіргенім үшін өмір бойы өкінемін». Сот залында отырғандардың бәрі үнсіз тыңдап отырды. Судья маған қарады. «Жәбірленуші ретінде айтарыңыз бар ма?» Мен баяу орнымнан тұрдым. Қолым дірілдеп кетті. «Құрметті сот, мен бүгін бұл жерде ініме жаза сұрау үшін келген жоқпын. Мен тек шындықтың анықталғанын қалаймын. Иә, ол мені қатты ренжітті. Отбасымды қиын жағдайға қалдырды. Бірақ мен оның жасаған ісін емес, өзінің сол іске барғанын жоқтап тұрмын. Егер сол күні ол үйімнің есігін қағып, «Аға, мен қиналып жүрмін» дегенде, мен соңғы тиынымды берер едім. Өйткені ол менің інім». Залда тағы да үнсіздік орнады. Ерсін еңкейіп жылап отырды. Сот отырысы аяқталған соң бәрі сыртқа шыға бастады. Ерсін менің жаныма келді. «Аға, мен тоқтадым. Мен сізден бір нәрсе ғана сұраймын. Айта ғой. Егер мен бұл жерден шыққан соң жаңа өмір бастасам, сіз менімен қайтадан ағалы інілі болып сөйлесесіз бе?» Мен ұзақ үнсіз тұрдым. Сосын жай ғана жауап бердім. «Ерсін, кешірім бір күнде келмейді. Сенім де бір күнде қайтып келмейді. Бірақ адам шын өзгерсе, уақыт оның ең үлкен куәсі болады. Сен өзімді өзгерт. Қалғанын уақыт шешеді». Ерсін көз жасын сүртіп: «Рахмет аға», деді. Ол сол күні алғаш рет жеңіл күрсінгендей болды. Бірақ біздің алдымызда әлі бір маңызды күн күтіп тұрған еді. Анамыздың дүние салғанына тура 10 жыл толатын күн. Сол күні бәрі мүлде басқаша аяқталатынын мен әлі білмеген едім. Күздің соңғы күндерінің бірі еді. Анамыздың өмірден өткеніне тура 10 жыл толды. Таңертең ерте қолыма бір шоқ ақ гүл алып, зиратқа қарай жол тарттым. Жол бойы анамның дауысы құлағымнан кетпеді. «Бір-біріне қорған болыңдар. Екеуімнен басқа ешкімдерім жоқ». Бұл сөзді бала күнімнен бері жүздеген рет естігенмін. Бірақ оның мәнін дәл бүгінгідей терең сезінбеген екенмін. Қабірдің жанына жеткенімде бір адамның үнсіз тұрғанын көрдім. Жақындай бере таныдым. Ерсін екен. Ол мені көрген бойда үндемей жетке ығысты. Баяғыдай жүгіріп келіп құшақтамады. Тек басын төмен түсіріп тұрды. Біз ұзақ уақыт үнсіз тұрдық. Жел ғана баяу естіп тұрды. Екеуміз анамыздың рухына Құран бағыштадық. Дұға аяқталған соң Ерсіннің өғы селкілдеп кетті. Ол жылап жіберді. «Аға, мен анамыздың бетіне қалай қараймын?» Мен оның өғына қолымды қойдым. «Анамыз сенің қателеспегеніңді емес, қателігіңді мойындағаныңды қалар еді». Ерсін көз жасын сүртті. «Мен өмірімді қайта бастаймын. Қандай жұмыс болса да істеймін. Тиын тебен болса да қарызымды өтеймін. Сіздің сеніміңізді қайтара аламын деп уәде бере алмаймын. Бірақ енді ешқашан өтірік өмір сүрмеймін». Мен оған ұзақ қарадым. Бір кезде оның көзінен баяғы кішкентай Ерсінді көргендей болдым. Өмір оны қатты өзгерткен. Бірақ өкініш, жүрегін әлі толық өшірмепті. «Ерсін, мен сені бүгін толық кешірдім деп айта алмаймын. Өйткені жүректегі жараның жазылуына уақыт керек. Бірақ мен саған бір мүмкіндік беремін. Оны ешқашан жоғалтпа». Ерсін еңкейіп көз жасын тыя алмады. «Рахмет аға. Енді анамыздың аманатын бірге орындайық». Екеуміз зираттан қатар шығып келдік. Ешқайсымыз сөйлемедік. Бірақ сол үнсіздіктің өзінде бұрынғыдан әлде қайда көп мағына бар еді. Арада бір жыл өтті. Ерсін шағын құрылыс компаниясына жұмысқа орналасты. Күн сайын таңнан кешке дейін адал еңбек етті.
тапқан ақшасының бір бөлігін банкке аударып отырды. Қарыз бірден жабылған жоқ. Бірақ ол алғаш рет өз өмірін өтірікке емес, адал еңбекке сүйеніп құра бастады. Бір күні кешке балалармен дастархан басында отырғанымызда есік қоңырауы соғылды. Есікті ашсам, ерсін тұр екен. Қолында қымбат сыйлық жоқ. Кек бір бөлке ыстық нан мен анамыз жақсы көретін бауырсақ бар. Аға, кірінің. Ол үйге жайлап кірді. Дастан орнынан тұрып амандасты. Аяулым шай құйып берді. Айгүл де жылы жүзбен қарсы алды. Сол сәтте мен жүрегіндегі ауырлықтың аздап жеңілдегенін сездім. Мен бір нәрсені түсіндім. Өмірде ең ауыр қарыз ақша қарыз емес. Ең ауыр қарыз сенімді жоғалту. Ал ең үлкен байлық сол сенімді қайта ақтау үшін адал өмір сүре білу. Бұл оқиға біздің тағдырымызды өзгертті. Бірақ ол маған бір өмірлік сабақ қалдырды. Қанша қиындық көрсең де, өтірікпен мәселе шешілмейді. Ал шындықты айтуға кешікпе. Кейде кеш айтылған кешірім, уақытында айтылған шындықтың орнын толтыра алмайды.